Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі көңіл күйлерің қандай? Отырғандар олай болса, ағзам қалай жұмыс істеп тұр әдісі бойынша өз ағзаларымды тыңдап жауап береміз. Мысалы, менің құлағым сендерді естуге дайын, менің көзім сендердің жұмыс істегендеріңді көруге дайын. Сол сияқты кім жауап береді? Айта қойыңдар, шеттерінен бәріміз айта береміз. Тамаша, жарайсың. Жарайсың. Тамаша. Тағы қосатындарыңыз бар ма? Бүгінгі сабақта білім жүрекке жарып, ақылға қуат береді деген жақсы сөзбен бастағым келді. Үй тапсырмасын 581 әдісі бойынша сұраймыз. Өздерінде білесіңдер, 5 минутта 8 оқушы бір сөйлемнен. Биорганикалық заңдар кальций тұздарды сүйекке беріктік және қаттылық қасиеттерімен береді. Бұлар өрнектері бар, домалақ немесе сопақша болып келген жасушалар. Жарайсың, тамаша. Жалғастырамыз. Сүйек ұлпасында жас қалыптаспаған жасушалар остеобласт деп аталады. Тамаша. Бұл осы жерде сүйек ферменттер шынышты ұлпасын тұрады. Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді тақтаға қарайықшы, сандар сөйлейді әдісі бойынша. Мына сандар нені білдіріп тұр? Кім айтады? Қандай сүйектер? Мысалы, тез кім қайсысын біледі, соны айтамыз. Адам қан, ал? Адам ағзасындағы сүйектер. Сол. Осы сандар нені білдіреді сол? Адам ағзасындағы сүйектердің. Бел омыртқалары. Бел омыртқасы. Тамаша. Ары айта береміз. Тағы 7. Мойын омыртқалары. Жарайсыңдар. Бәріміз жауап береміз. 2. Қанша сүйек бар? 2. Жүк самай. Жүк самай. Дұрыс айтасың. Не бар бізде? Адам қаңқасының сүйектері. Дұрыс айтасыңдар. Адам қаңқасының сүйектері. Сонымен біз адам қаңқасының қанша сүйектен тұратынын білдік, білеміз. Сергіту сәтін жасап жіберейік. Барлығымыз бірдей орнымыздан тұрамыз. Бас қозғалды ма? Жоқ, Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз сүйектердің байланысу типтері. Дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазамыз, тақырыпты жазамыз. 33-ші параграф сүйектердің байланысу типтері. Қанға сүйектері өзара әртүрлі байланысады. Атқаратын қызметіне байланысты сүйектердің байланысының 3 түрі бар. Бірінші қозғалмайтын, екінші жартылай қозғалатын, үшінші қозғалмалы тип. Соның әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтсек. Қозғалмайтын байланысу сүйектердің бірігіп өсуі арқылы түзіледі. Яғни бір сүйектің шеті басқа сүйекке сүйек жігі арқылы бірігіп кетеді. Бас сүйектері және жамбас сүйектері осылай байланысқан. Бас сүйектің жігін көруге болады. Бірақ ересек адамның жамбас сүйегінің жігін жай көзбен көруге болмайды. Себебі жамбас сүйектеріне үнемі күш түседі, ал басқа сүйекке тұрақты механикалық әсер етпейді. Аяқ сүйектері, ал омыртқа жотасы жартылай қозғалмалы сүйектерге жатады екен. Ал қозғалмайтын сүйектерге не жатады екен? Бас сүйегі. Қозғалатын жартылай қозғалмалы сүйектер не арқылы байланысады дейді бір-бірімен? Жартылай қозғалмалы. Кітапқа қараймыз, сұраққа жауап береміз. Сүйек байланысының қанша түрі бар екен сонымен? Кім жауап береді? Аяна? 3 түрі бар. Қозғалатын, жартылай қозғалатын және қозғалмайтын. Тамаша, жарайсың. Енді жұмысымызды бастаймыз. Топтық жұмыс. Бірінші қатар бірінші топ, екінші қатар екінші топ, үшінші қатар үшінші топ. Бірінші топтың жұмысы бізде сәйкестендіру, одан кейін осы байланыс түрлерін көрсетіп түсіндіру. Ал екінші топ бізде адам қаңқасымен жұмыс жасайды, буындарды тауып, сол буындарға не береді? Анықтама береді. Үшінші топ бізде 5 саусақ әдісі бойынша жұмыс жасайды. Осы бүгінгі тақырып бойынша не істейді? Сұрақтар құрастырады.
Реально қозғалмайтын байланысқа мысал келтірді. Бас сүйек жіктері сүйектердің үздіксіз байланысады. Бізбен бірге осы буындағы бар жерлерді қызыл лентамен жабыстырып көрсетіп қойдым. Бұл иық буыны, шынтақ буыны, жамбастан буыны, самай төменгі жақ буыны және де басқа буындарды көріп тұрсыздар. Қозғалатын сүйек қол аяқ сүйектері. Жартылай қозғалмалы омыртқа сүйегі. Ал қозғалмайтын сүйек бас сүйегі. Бір-бірімізді бағалап жіберейік. Бірінші топ, екінші топты, екінші топ, үшінші топты, ал үшінші топ, бірінші топтың жұмысын бір ауыз сөзбен бағалап кетсек. Бірінші топ өздерін жақсы көрсетті. Сұрақтары жақсы болды. Барлығына жауап бере алдыңдар ма? Ал енді қазір бізге жұптық жұмыс. Алдыларына парақтар таратылды. Бұл парақта жағдаяттық тапсырмалар берілген, ойланып, бірге отырып жасаймыз. Одан кейін дескриптор бойынша, бағалау критерий бойынша тексереміз. Алған балдарымды бағалау парақтарына қойып отырасыздар. Ұмытып кетпеңдер. Жауаптарымыз дайын болса, онда тексеріп жіберейік. Енді бірінші сұрақты кім оқиды? Оқи ғой. Оқушы құлап тізесін қатты бүгіп алды. Дәрігер бұл жерде сүйектер бір-бірімен қозғалысты байланысады деді. Сұрақ: сүйек байланысының қай типі бұл? Дұрыс жауабы С варианты қозғалмалы. Қозғалмалы. Барлығымыздың жауаптарымыз осылай ма? Иә. Өздеріне бір балға қосып отырамыз. Иә. Спортшы қолын бұлып жаза алады, айналдырады. Бірақ бұл қозғалыс нақты бір жерде ғана жүреді. Сұрақ: қандай сүйек байланысты сипатталып тұр? Адам бас сүйегінің сүйектері өмір бойы бір-біріне тығыз жабысып, қозғалыс жасамайды. Сұрақ: бұл қандай байланыс түріне жатады? Дұрыс жауабы тігіз байланыс түріне жатады. Алдыларына парақтар таратылды. Жеке жұмыс кестені толтырамыз, тез. Дайын болса, тыңдаймыз. Сөйлемей қалған оқушы бар ма бізде? Санжар, оқи қойшы. Біріншісін оқимыз. Бас сүйек қозғалысы. Дұрыс болса, бір балға қойып отырамыз. Қозғалмалы, мысалы, тізе, иық, Ал енді тапсырманы орындап болса, өз дұрыс жауаптары бойынша, дескрипторлар бойынша балдарыңды қойып отырдыңдар, иә? Қазір балдарыңды есептеп отырыңдар. Енді сабақты қорытындылай келе, тест шешіп жіберейік, сабақты бекіту керек. Ал енді бүгін біздер тақырыбымыз сүйектердің байланысу типтері болды, иә? Барлығымыз жақсы түсіндік пе? Сұрақтарың бар ма маған? Ондай болса, бір ауыз сөзден айтып кетсеңдер, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс